Адасқан ана 5 бөлім. Достар, менің каналыма тіркеліп қойыңыздаршы. Мен алдағы уақытта көптеген қызықты аудио әңгімелер шығаратын боламын. Әбден зорыққан анам өкпесінен кеткен екен. Жылап-сықтап қара жерге бердік. Ендігі үйдің роботы мен болдым. Әкемді әжем 2 рет үйлендіргісі келіп еді. Әкем келіспеді. Бауырым да өте нашар болып өсті. Ешкімді тыңдамайды. Тәрбиеден жұрдай. Әжеме де әкеме де аузына келгенін айтады. Түнімен көше кезіп, ішімдікке сылқия үйге еңбектеп кіреді. Арасында көрші 2 әпкемнің үйіне барамын. Үйінде ешкім жоқта сырласып, жылап аламын. Сол қызымды сағынып, жүрегім ауырады. Солай күндерім өтіп жатты. Әжемнің қуаты қайтқандай, бірақ аузына келгенін айтады. Айтқан сөздері сүйегімнен өтсе де шыдап жүрдім. Арада 2 жылда өте шықты. 19 жасқа толдым. Маған 2 әпкем, жаным-ау, қашанғы өміріңді қорқылмақшысың, бұл үйден кет. Бәрібір әжем саған күн бермейді. Менің алыс туыс қайнағам бар, әйелінен ажырасқан. Сол кісінің етегінен ұста. Ол кісінің мінезі өте жақсы, мұғалім болып жұмыс жасайды. Мен сен туралы сол қайнағама жеткіздім. 2-3 күннен соң үйге келеді. Ол қалада тұрады екен. Бұл сөздерді естіп қуанбадым. Бірақ бұл үйден де кетуге асықтым. Ол кісі менен 10 жасқа үлкен. Сонда да ештеңеге қарамастан сол кісінің етегінен ұстадым. Қаншалықты жасы үлкен болса да, жүрегі кең, жақсы адам. Мен қашып кеткелі, әжем бар шындықты тума-туыстарға жайыпты. Менің қарабет болғанымды ауыл біразға дейін айтып жүріпті. Күйеуім мені шын сүйгендіктен болар, оқу оқытты, қалаған нәрсемді алып берді. Ештеңеден таршылық көрмедім. Тіпті қызымды қайта аламын дегенде де қолдаған. Бірақ мұғалім әпкем мені қорқытты. Әрі кедергі болды. Сен өз балаңдағы ақшаға саттым деп қол қойғансың дейді. Шыны керек, қызымнан айырылысу кезінде күйзелісте жүрдім. Тіпті қандай құжатқа қол қойғанымды білмеймін. Әйтеуір мұғалім әпкем біраз нәрселерді айтып, қызымды құшағыма ала алмадым. Оның үстіне көтеріппін. Токсикоз деген бәле бар. Арада жылдар өтіп жатыр. 2 баланың анасы болып үлгердім. Күйеуім аяқ астынан қан қысымнан құлап мүгедек болды. Оның күтімі, онан жұмыс деп жүрген 10 жылдан аса уақыт өтіп кетіпті. Коронавирус жайлаған кезде 2020 жылы күйеуім көз жұмды. 2 баламен жылап қалдым. 2022 жыл. WhatsApp'тан таныс емес номер жазады. Сіз боласыз ба деп атымды айтты. Иә, мен. Сіз неге мені тастап кеттіңіз? Жүрегім бірден білді. Бұл менің тұңғышым ғой. Көздерім жасаурап, тілім байланды да қалды. Қызым болса смайлик пен сұрақ белгілерін жіберіп жатыр. Мен жауап бере алмай, тек қарап отырмын. Менен жауап алмаған қызым, менің өлгім келеді. Саған да керек емес екенмін. Бекер үміттеніп жазыппын. Сау бол деп WhatsApp'тан шығып кетті. Қорқып кеткенмен дереу звондап, қызым, мені кешірші алтыным, жан қызым, қазір қай қаладасың? Бүгін жетсем де сені алып кетемін деп даусым дірілдей шықты. Солай мен қызыммен табыстым. Қызымды асырап алған отбасы ажырасып кеткен екен. Сондықтан қызыма шындықты айтып, менің номерімді тауып берген. Аллаға шүкір, қазір менің 3 балам бар. 2 мәрте тұрмыс құрмадым. Тұңғыш қызымды заңды түрде қолыма алдым. Жалғасы бар.